Біздің өміріміз әрбіреуіміздің наным-сенімдеріміз бен ұстанымдарымыздың айнасы ғана. Осыны жаттап алсаңыз, өміріңіз түсініктірек, оңайырақ болады. Көбіміздің ұстанымдарымыз өзіміздік емес негізінде. Социум арқылы, ата-анамыз арқылы, туыстарымыз, достарымыз арқылы жамап алынған ұстанымдар. Мен бір мысал алайын. Өзімнің өмірімнен бір мысал айтайын. Мен жалпы өзім кішкентай кезімнен бостандықты сүйетін адам болып өстім. Бірақ әртүрлі соған байланысты сынақтар болды, сабақтар болды. Менің екі туған ағам, мысалы, жалпы осы қарапайым ортада өскен, жалпы орта статистикалық адамдар. Яғни, мемлекеттің жұмысын жасайды, шетелде әлі болмаған, мысалы. Ал мен 20 жасынан бастап шетелге шығып жұмыс бойынша, орысша айтқанда кругозор дейді ғой, яғни көз қарасым өмірге деген басқаша болды. Сол енді мен жанұямның кенжесі болғаннан кейін, қазақтарда бар ғой, ырым, салт, үйдің кенжесі шаңырақты ұстап қалады. Сосын сол кенже баланың үйінде әке-шешелері тірі болса, қарттар кенжесінің үйінде тұрады. Менің мысалы екі ағам осы қарапайым сол қазақи салт дәстүрді ұстанатын адамдар болғанымен, мен бірақ ондай адам емеспін. Мен кенже болғаннан кейін анам менің үйімде тұрды. Осы менде ақша жағы, кәсіп жағы жақсы болғанда менде үй болды, үлкен үй болды. Атыраудағы ең көрікті жерлердің бірінде 2 қабатты таунхаус болды, үлкен. Жайықтың жағасында, үйімнің есігін ашып қалғанда жайық тұрады. Сол үлкен үйде мен бұрынғы әйеліммен және 2 балам және анаммен тұрдық. Енді мен өзім сол бостандықты жақсы көретін сол кәсіпкер жігітпін. Мен өзімнің әйелімде де сондай болғанын қаладым, және менің әйелім де сондайды қалады. Менің әйелім де сол бұрынғы бостандықты қалайтын сондай бір творческий адам болды. Бірақ сол әйелімді бағанағы жұмысқа шығарғанда, жалпы біз бір социумға, бір сыртқа шыққанда, былайша айтқанда, достарымызға деген сияқты, анам әрдайым ренжитін. Келін олындай болмау керек, келін үйде отырып шай қайнату керек, таңертең тұрып енесіне қызмет қылу керек деген сияқты ұстанымдар. Мен бір жағынан енді салт дәстүр ғой деген сияқты, солай болу керек қой деген сияқты бір сол ұстанымдарға мен де сеніп жүрдім, бірақ ішімнен кәдімгідей жыным қайнап жүрді. Яғни менің қалауым мен сол әйелімнің қалауы бір болды да, бірақ сол анамның ұстанымы, сосын сол кездегі менің бұрынғы әйелімнің абысындары, менің жеңгелерім, солар келіп, мысалы, жанып тұрған отқа май салып кетеді, ол қыз қайда жүр, ол неге бүйтпейді, сөйтпейді деп. Яғни, осыншама жанұялар қаншама өздерінің өмірлерін сүргісі келеді, қиял армандары теңіз, бірақ сол қазақи салт дәстүр, діни догмалар, сондай бір шектеулер прессовать етіп тастаған. Пресс қылып, сол әртүрлі эмоцияларды шығара алмайсың. Шыны керек, бәріміз үлкен адамбыз ғой, тыңдап отырған. Енді үйім қанша үлкен болса да, таунхаус, ол жерде, мысалы, жұбайыммен дұрысынан төсек қатынасы да болмайды. Енді өзіміздің достарымызды еркін шақыра алмаймыз, себебі анам бар үйде. Енді бұл жерде дұрыс түсініңіздер, мен анамды жек көрмеймін, немесе басқа да бір мәселе емес. Енді мысалы, неге менің анам үлкен ағаларымның қолында тұрмады? Себебі олар онсыз да бағанағы үкіметтің жұмысын жасап жүрген адамдар. Оларда мен сияқты үлкен бір енді армандары бар шығар, бірақ енді менікінде бір шетелдіктермен жүретін, немесе сондай бір үлкен-үлкен асуларға шығатындай арман деп ойламаймын, себебі ондай болса, олар да басқаша бір өмір сүрер еді. Яғни, мен кенже болғандықтан ғана
анам менің қолымда тұру керек болды. Яғни бұл ұстаным, бұл біреудің ұстанымдары, социумның ұстанымы, сол социумның ұстанымы менің өміріме әсер етті. Менің әйелімнің өміріме әсер етті. Түбінде ажырасып болдық. Енді сол біздің ажырасқанымызға анам немесе жанұям күнәлі деп айтпаймын. Бұл біздің өміріміздің бір бағдарламасы болды. Соның барлығы бірікті. 12 жыл өмір сүрдік. Енді бір видеоларымда айттым. Үйленерде дін жолы бойынша үйлендік. Ол жақсы енді басқа бір оқиға. Сондықтан осындай қазақи, ислами, діни немесе басқа бір социумның достардың, мысалы кейбір достар бар, бір айналмақ дейді, бір орта, сен сол жерге бармасаң, сен бір ұятты болып көрінесің, немесе сондай бір сатқын болып көрінесің. Бұл неге біз өзімізді сондай бір рамканың ішіне тығып тастағанбыз? Неге біз өзіміздің қалаған өмірімізді сүрмейміз? Мысалы, мен кейбір қонақтықтарға барып жүрдім бұрын. Ол қонақтық маған қатысы жоқ. Менің бір туыстарының бір жері, мен әйтеуір болуым керек. Мен болмасам, ұяттымын. Ана жерге барамда бір бұрышта жүрем, телефонымды шұқып. Ана жерде болуым келмейді. Бірақ болу керек дегесін жүрмін. Не үшін? Қаншама жастар немесе басқа да адамдар дәл осылай әлі күнге шейін өмірін сүріп жүр. Менің өмірімде осы соңғы 2-3 жыл кәдімгідей трансформация болды. Кәдімгідей бағанағы үстімді сілкіп тастаған бір сондай бір өзгерістер болды. Осының барлығы, осындай жалған бір ұстанымдардың барлығынан айырылғаныма қуаныштымын мен. Қазір менде дос деген мүлдем жоқ деуге болады. Дос деп қазіргі араласып жүрген адамдарым, ол енді бір шынайы жүректің, жанның досы емес, мен оны білемін. Және оны тыңдап отырған менің достарым ренжімейді. Мен қазір барынша шынайымын. Өзіммен де шынайымын, және айналаммен де шынайымын. Түсінесіздер ме? Сол шынайылыққа қазір маған соған байланысты, қатысты соған адамдар тартылуда, мүмкіндіктер тартылуда. Түсінесіздер ме? Мені қазір, Артур, сен 5-ші күні бірдеңе апаның бірдеңе тойы болып жатыр, сен соған баруың керексің деп, мен ешкім қазір зорлай алмайды. Мен бармайым деп айтам. Егер маған қызық болса өзіме, мен барамын. Түсінесіздер ме? Ешкім менен бір манипуляция қылып ақша қарызға сұрай алмайды. Бұрын менен бір ақша сұраса 100 000 теңге, 200 000 теңге, 50 000 теңге мен ұялып беретін едім. Маған сол ақша керек болып тұрса да, қазір кесіп тастаймын бәрін. Не десе о десін. Басында қиын болды, енді қазір ондай жағдайлар менің өміріме келмейді. Айтайын дегенім, мысалы сіз діни адам болсаңыз, діншіл адам болсаңыз, автоматты түрде сіздің айналаңыз, қоршаған ортаңыз діни адамдары болып шығады. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да. Себебі сіз қандайсыз, сізге сондай адам тартылады. Сондықтан сіздің ұстанымыңыз қандай, сіздің наным сеніміңіз қандай, сіздің өміріңіз сондай. Түсінесіз бе? Сол ұстанымдардың көбі сіздікі емес. Социум арқылы, ата-анаңыз арқылы, туыстарыңыз арқылы, әйеліңіз, күйеуіңіз арқылы, тіпті бала-шағаңыз арқылы сізге енгізілген жалған ұстанымдар, шектеулер, догмалар. Бақытты болғыңыз келсе, айырылғаныңыз жақсы бәрінен. Өзіңіздің ұстанымыңызда болыңыз. Менің бір кезіндегі ұстанымдардың бірін айтайын. Мен секер жемейтін едім, себебі тәтті балмұздақ жесем семіріп кетемін, немесе бетіме бірдеңе шығып кетеді деп. Қазір мен 2 балмұздақты қатарынан жедім. Менде ондай қазір ештеңе шықпайды, семіріп кетпеймін, ештеңе бетімнен шықпайды. Сол ұстанымыма байланысты шығып жүрді кезінде. 2 жолмен дамуға болады. Ол бірінші достигаторство, яғни қазір бизнес курстар, тренингтер, ана істе, мұнан істе, көтеңді көтер бір жерден деп, немесе жүректі тыңдап, ішіңізден махаббат, ләззат шығарып, соған байланысты кванттық физика арқылы, квантум арқылы өміріңізді мүлдем өзгертуге болады. Таңдауыңыз өзіңіз, махаббатты таңдаңыз.